Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Біз сіздермен қазақ тілі пәнінен адамзат дамуының жаһандық мәселелері деп аталатын 3-ші бөлімді өтіп жатырмыз. Бүгін осы бөлімнің 4-ші сабағы ақпараттық коммуникациялық жаһандану деп аталады. Оқу мақсаты: көпшілікке арналған дәрістің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық ерекшеліктерін талдау, әртүрлі тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық жұмыстар ұсына білу, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Бағалау критерийлері: білім алушылар мәтіндердегі мақсатты аудиторияға қатысты терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды ажыратады, сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолданады. Оқушылар, біріншіден мына сұрақтарды талқылап алайық. Бірінші сұрақ: адамзат тұрғысындағы көптеген үрдістердің компьютерлендірілуіне қалай қарайсыңдар? Екінші сұрақ: 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына қандай маңызды факторлар әсер етеді? Үшінші сұрақ: суреттегі ақпараттың бүгінгі тақырыпқа қатысы бар ма? Екінші тапсырманы орындайық. Мәтінді оқып, құрылымы мен рәсімделуін, жанрлық ерекшеліктерін талдаңдар. Мәтін: әлемде болып жатқан кең ауқымды қайта құрулар ақпараттық коммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуымен тығыз байланысты. Ғаламдық ақпарат, ақпараттық коммуникациялық технологиялар 21 ғасыр қоғамының қалыптасуына әсер ететін ең маңызды факторлардың бірі. Ақпараттық дамудың жаһандық жүйесі қазіргі заманғы интеграциялық процестердің ішіндегі аса ықпалдысы. Оған коммуникациялық мүмкіндіктерді дамыту және ғарыштық кеңістікті ақпарат беру үшін пайдалану, жаһандық ақпарат желілерінің пайда болуы және тез қарқынмен дамуы, адамзат тұрғысындағы көптеген үрдістердің компьютерлендірілуі жатады. Сонымен қатар келешекте ақпараттық коммуникациялық кешендердің көмегімен екі бағыттағы ғарыштық жүйені дамыту, бизнесті, өндірісті, үй шаруасын басқарудың біртұтас жүйесін құру, өмір сүру үрдістерінің мейлінше үлкен бөлігін компьютерлендіру мен роботтау жүреді. Олай болса, компьютерлік технологиялардың ғаламдық ақпараттық кеңістікті қалыптастыруда, ақпараттық қоғамды дамытуда маңызы зор. Бүгін сіздермен өтетін тілдік бағдар бойынша тақырыбымыз сөз жасамының лексика-семантикалық тәсілі. Ғылым салаларында лексика-семантикалық тәсіл арқылы терминдер көп жасалған. Мысалы, сөз, буын, мағына, есім, шылау, үстеу бұл тіл біліміне қатысты терминдер. Күн, нарық, экономикаға қатысты терминдер. Теңеу, суреттеу, өлең, әңгіме бұл әдебиетке қатысты терминдер. Қимыл, қозғалыс физикаға қатысты. Үшбұрыш, көбейту, қосу, алу математика саласына қатысты терминдер. Лексика-семантикалық тәсіл арқылы сөздің жаңа мағынаға көшуіне байланысты сөз бір сөз табынан екінші сөз табына ауысады. Оны ғылымда конверсия деп атайды. Конверсия жолымен жаңа сөздің жасалуы өте көп тараған тәсіл. Мысалы, зат есімге заттану арқылы көшкен сөздер өте көп. Бүлдірген, ағарған, қорған, қамал, айтыс, қоршау, ақ, асар, жетісі, екпін, жасау, тағы басқа. Лексика-семантикалық тәсілде сөз ешбір тілдік
бірліктің көмегінсіз дыбыстық құрамын сақтай отырып, мағынасы өзгеріп, басқа сөз табына көшеді. Мысалы, қорған, айтыс, жарыс, бірге, біреу, тағы басқа. Бұл сөздердің тілде дәл осы тұлғада, осы құрамда басқа мағыналары бар және ол мағыналары алғашқы негізгі мағынаға жатады. Мысалы, қорған, айтыс, жарыс, етістік болып табылады. Қимылды білдіреді. Бірге, біреу, сан есім, сандық ұғым. Лексика-семантикалық тәсілде мағынасы өзгерген сөз үнемі бір сөз табынан екінші сөз табына ауыса бермейді. Сондықтан лексика-семантикалық тәсілдің іштей айырмасы бар. Сөздің жаңа мағына алуына байланысты басқа сөз табына көшуі. Асар, жасау, қорған. Сөз жаңа мағына алса да, сөз табын өзгертпей, өз сөз табының құрамында қалуы. Құн, нарық, экономика саласында, буын, есім, тіл білімі саласында және тағы басқа. Сонымен балалар, лексика-семантикалық тәсіл бұл жерде сөздің құрамы, тұлғасы ешбір өзгеріске түспейді. Өзгеріс тек сөздің мағынасында ғана болады. Сөз дыбыстық, морфемдік құрамын сақтай отырып, тілдегі бұрынғы қолданылып жүрген мағынасының үстіне жаңа мағына қосып алады. Тілде жаңа мағынасында да қолданыла бастайды. Сөздің тек мағынасында өзгеріс болғандықтан, бұл тәсіл лексика-семантикалық тәсіл аталған. Тағы да мысал келтіретін болсақ, ақпарат саласында көз, қор, шама, өріс, желі, тағы басқа терминдердің мағыналары тілдегі түрлі қолданыста қалыптасқан. Мысалы, осы келтіріліп отырған мысалдардың бәрі біздің қазіргі өтіп жатқан тақырыптарымыз бойынша. Көз, мысалы, көру мүшесі, бір нәрсенің шығар жері, қойнауы. Мысал келтіретін болсақ, ақпарат көзі, жарық көзі. Қор деген мысалды алатын болсақ, бұл мол жиналған қазына, байлықты білдіреді. Бір нәрсенің жиналып қалған запасын білдіреді. Мысал келтіретін болсақ, ұлттық қор, деректер қоры. Желі мағынасы негіз, арқау, өзек дегенді білдіреді. Екінші мағынасы байланыс, жалғастық, сабақтастық дегенді білдіреді. Мысалдар келтіретін болсақ, ақпарат желісі, компьютерлік желілер. Қазір балалар 3-ші тапсырманы орындаймыз. Оқылым мәтінінен лексика-семантикалық тәсіл арқылы жасалған сөздерді табасыздар. Конверсия жолымен жасалған сөздердің қай сөз табынан қай сөз табына ауысқанын түсіндіресіздер. 4-ші тапсырмада ғылыми көпшілік стильдің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, берілген ойды жалғастырып, шағын мәтін жазасыздар. Ақпараттық коммуникациялық жаһанданудың адамдардың жүріс-тұрысына, олардың біліміне және жұмысына, сондай-ақ үкімет пен адамзаттық қоғамның өзара қарым-қатынасына қатысы бар. Себебі, әрі қарай ойды өрбітіп, шағын мәтін жазасыздар. 5-ші тапсырма. Өз мәтіндеріңнің ғылыми көпшілік стильде жазылғанын танытатын терминдер мен тілдік құралдарды кестеге жазыңыздар. Өзге стиль элементтерінің бар жоғын анықтаңыздар. Үйге тапсырма. 6-ші тапсырма. Күнделікті өмірде сенің жұмысыңды жеңілдететін компьютерлік технологиялардың тізімін жасаңдар. Олардың ақпараттық коммуникациялық жаһанданудағы рөлі туралы аргументті эссе жазыңыздар. Сөз саны 150-170 сөз.
Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.